Облыс Шиелі ауданында қазір мен Мансап орталығына келіп тұрмын. Мынау приказ жөнінде, мынау Алмашева Ш, Жаңабаев Г деген кісілер мынау приказымызды қашан аламыз? Біз шаршадық қой, адам тозаққа да үйренеді деп жаңағы айлық жүріп атқан жоқ. Мысалы біз енді кредит төлеп отырмыз, бала шаға асырап отырмыз. Жаңа келіп сұрасам, ертең арғы күні болып қалар деп жаңағы Сандуғаш деген басшысы жауап беріп отыр. Сосын тағы бір мәселе жөнінде айтқым келіп отыр. Мынау 2000 медиктер бітіріп, қазір қаншама медиктер бітіріп, жұмыссыз жүр, жұмыс таппай. Алайда мынау жаңа 45-ші мектепке жаңағы қымбат деген медсестраны жұмысқа алып отыр. Ол үш мектепте жүрген медсестра негізі. Білмеймін, енді тұрақты бір жерде істеу керек. Ол үш жерде қалай жаңағы жұмыс істеп жүр. Сосын Мәрияға айтатын, қалай оны зерттеп алмағансыздар? Ана бастығы поликлиниканың командировкада деп отыр. Менде қазір жаңа несі жазып жіберіпті, администраторы. Бұл енді масқара болып отыр енді. Бұл 270-тен ауысады, 45-ке ауысады, 252-ке ауысады, шегіртке сияқты секіріп. Мынау не деген масқара, не деген сұмдық бұл? Мына КНБ-ға жаңа өтініш жолдаймыз ба, келіп алады да, міне сыбыр етіп, қаяқтан қалай жұмысқа тұрғанын да білмейміз. Міне қазіргі таңда қаншама медиктік бітіріп жүрген, жұмыс таппай сертификат алып жүрген кісілер жаңағы үйінде күтіп отыр. Ол 5 жылдан артық жаңағыдай жұмыс істемесе күйіп кетеді деп отыр. Осы мәселені мынау заң аясында ескеріп қадағаласа деймін. Өйткені сырттан келіп жаңағы мені жұмысқа ал деп жаңағы бұл мансапқа да келмейді. Электронный деген қазір жақсы болды. Мансаптан көрмейміз, бірақ жұмысқа тұрды дегенде естиміз. Міне менің қазір жүргеніме 1 ай болып қалды. Қазір әлі бір қоғамдықтың приказын аламай жүрмін. Мына КНБ-ның назарына ұсынамын. Мынау көмек беріңіздер. Мынау кредитіміз бар, инвалидпіз, бала шаға асырап отырмыз, студент оқытып отырмыз. Осы мәселені де ескеруді сұраймын. Мына сырттан жұмысқа тұру деген, бұл енді электронный тұру дегенде бір махинацияның бір түрі ма деп есептеп отырмын енді. Өйткені себебі қалай біз кімнің жұмысқа тұрып, кімнің жұмыстан кетіп жатқанын білмей қалып та жатырмыз. Бұрын мынау биржаға келіп тіркеліп, жаңағы законны жаңағы осындай деп біз көретін едік. Қазір кімнің тұрып, кімнің қойып жатқанын білмейтін заман болды қазір. Өйткені мынау электронный деген жақсы болды. Бір кнопканы баса салады, жаңағы трудовой менен дипломы қабылдана салады. Енді осы мәселені зерттеуге алуды сұраймын. Мына 45-ші мектепті зерттеуге алуды сұраймын. Өйткені себебі сосын Алмас Әбілпаттаны, өйткені кім жіберіп отыр оны? Ол командировка деп болғанда сыртынан жіберіп отыр ма? Бір ретте де естеріңізде болса, бір дәрігері жөнінде айқай шықты. Одан кейін дипломы жоқ, баланың жаңағы врачы болып, дипломы жоқ. Сүндет деген кісі мынау дипломы жоқ болып шығып, ол кезде де интернет арқылы хайбай болды блогерлерді шақыртып. Ол кезде енді Мәулен Ауланбергенов деген кетті ғой ол кезде. Осы мәселені де ескеріп, мынау 45-ші мектепке және жалпы 41 мектепке тексеру жүргізуді сұраймын КНБ тарапынан.